Көліктің бөлшектерін бір-бірімен үйлестіру нағыз шеберлік. Ондай шеберлер Ақтауда кемде-кем. Бір Дәулет болса, бір Весткамыс жігіттері. Ассаламалейкум баршаға. 2021 Казавто эфирде. Тюнинг деген ағылшын тілінен алынғанда баптау дегенді білдіреді. Көліктің дөңгелектерін ауысу, түсін сырлау, пневма қою, ол толыққанды баптауға жатпайды. Автокөліктің тарихына сыр шертер болсам, бұл көлік сонау кеңес дәуірінде 1956 мен 70 жыл аралығында орта класста ГАЗ М20 көпшілікке Победа атауымен таныс көліктің мұрагері. Яғни көлік Горький заводында 1960 жылы артқы жетекті 3 сатылы механикалық қораппен жабдықталып шығарылған. Ал 2020 жылы Весткамыс жігіттері бұл көлікке жаңа серпіліс жасады. Бір УЗ FE 4 литрлі қозғалтқыш және 5 сатылы қорап бар мұнда. Негізінде бұл көлік сол заманның бизнес классы, қазіргі Mercedes 223 деген сияқты. Негізінде сол кезде қалың темірден жасалған барлықтары кәдімгі радиатор тошасының өзі бір әдемі көздің жауын алатындай бүйтіп беріп тұр бұл көлікке. Аппарақтайын сенің пиғылың, ақ бұлақтайын сыңғырлайды үнің, көлігісің шетелдік марканың сен сағым аймаласы көзімді жалын шарпы келді тәнімді. 4 литрлі қозғалтқыш орнатылған Волга желді есіп жүйрік аттай шапқан кезде зауытта жасалған барабанды тежеуіштер көлікті дер кезінде тоқтатуға қауқарсыз әрине. Оны ескерген Весткамыс жігіттері Volvoның артқы белдеуішін ГАЗ-31-105-тің алдыңғы белдеуішін орнатты. Сонымен екі түрлі көліктің бөлшектері дедім ғой. Екіншісі Mercedes V200 санағындағы тежеуіш вакуумын қойып, көлікті сенімді әрі берік етіп тежелу жүйесін жетілдірді. Мұндай тюнингтің бағасы әркімге әртүрлі қолжетімді. Маңғыстауда көпшілігі газ орнатып алады көліктеріне. Оны бәріміз білеміз. Бұл көлікте әлі газ қондырылмаған. Басқа өңірдегі газбен қарағанда біздегі газдың сапасы жақсы. Қозғалтқышты бірден өлтірмейді. Жыл сайын өзімізде өндірілетін газ бағасы көтеру үшін көпшілікке таныс сценария қойылым көрсетіледі. Оны бәріміз білеміз жылда. Көктемде, жазда, карантинде ешқайда шықпадық. Жыл соңына жету керек газ әп-сәтте таусылып қалады. Газ жоқ деген жалаушылар толып кетеді. Сөйтіп біршама уақыттан кейін газ бар, бірақ бағасы қымбаттаған болады. Ішкі нарықты қамтамасыз етпей сыртқа сатуды доғару керек негізі. Әрине түсінемін. Экспорт көп болған сайын доллар бағамы түседі. Бірақ бағасы көтерілген азық-түлік, автобөлшек, жаңа көлік бағасы, дәрі-дәрмек арзандамайды, оны барлығымыз білеміз. Жүрген көлікті қымбаттауы халықтың жұмысы жүруі. Өйткені жұмыстан айырылған халық басқа өңірлерден көліктер әкеліп, үстіне аз-маз пайдасын қосып сатуы. Бұл дегеніміз, яғни алып сатушылардың көбеюі, көліктің бір қымбаттауы. Әрі утилизациялық алымның қымбат болуынан жүрген көліктер қазір қымбат. Шетелден бізге көліктер кірмейді, өйткені кіретін болса утилизациялық алым қымбат бізде. Мақсат бауырымызды көпшілігіңіз танитын шығарсыз. Весткамыстың негізін қалаушы, свапер, яғни көліктерге свап жасайды, әртүрлі көліктерге. Және өзіне біраз айтып кетсін, нелер ауысты бұл көліктерге, нелер қойылды қысқаша. Ассалаумағалейкум, Маңғыстау елі, Маңғыстау халқы, мынау Құдай қаласа баршаңызды жаңадан қадам басып келген 2021 жылмен құттықтаймын. Құдай қаласа мынау 2020 жылғы болған бүткіл жаман індеттің ауру бәле батырдың барлығы осы ескі жылда қалсын. Құдай қаласа аманшылық болса 2021 жыл бізге мол табыс, берекелі болып келсін. Баршаңыздың отбасыларыңызға көп үлкен қуаныштар алып келсін. Тендеріңіз сау болсын. 2021 жылғы жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Ал енді мынау 2021 жылғы осы жылдың басындағы біткен проектілеріміздің бірі ГАЗ-21 автокөлігі. Жалпы бұл машина туралы айтатын болсақ, свап жасалды. Мотор, жалпы басында бұл машина бізге тек мотор коробкасын ғана саламын деп келіп еді. Одан қала берсе, бұның өзінің енді ол 60 жылдары бізге мәлім, ол заманда техникалық
мүмкіншіліктердің болмағандығынан бұның тормозной системасы, жалпы подвескалардың барлығы қазіргі замандағы талапқа сай емес. Сондықтан соның барлығын түбегейлі ауыстыруға тура келді. Мұнда айта кетейін енді түсіндіріп, мұнда артыңғы подвескасы Volvo 940 автокөлігінің задний мосты, артыңғы мосты. Алдыңғы подвескасына келетін болсақ, ГАЗ 31-105 автокөлігінің алдыңғы полностью подвескасы түбегейлі. 60 жылдары тормозной диск деген жалпы ұғым болмаған. Сол тормозной дискіні бұл жерге салмасақ болмайды. Өйткені мұнда 300 аттың күші бар. Ол 300 атты шауып баратқан атты тоқтату, жалпы ол өзінің родной тормозымен қалдыратын болсақ, ол мүмкін емес. Сол үшін де бұған иномарканың артыңғы мосын салдық, дисковый тормозымен, және де ең соңғы шыққан Волгамыз, өзіңіз білесіз, 105-ші Волга дейді. Соның алдыңғы подвескасын салдық тормозной дискісімен. Енді бізде алдыда, артыда толық тормозной дискімен тормозы мына машинада современный қазіргі жаңа заманға сай тежегіші бар, машинаны тоқтатады. Моторына келетін болсақ, 1UZ FE VVTi 8 цилиндр, 4 литр объемы қозғалтқыштың 5 сатылы қорабымен. Және де бұл машинге салынған тормозной вакуум, тормозды тежегішті күшейтетін вакуум Mercedes 203 Mercedes автокөлігінің вакуумы тұр. 203 автокөлігінің рулевой рейкасы тұр. Бұда енді гур салдық. Бұда атымен гур болмаған. Гурды бұл машинге қондыру үшін өзінің қиыншылықтары болды дегендей. Жалпы сондай қиыншылықтар кездесті. Біз оның бәрін жеңдік, салдық. Гурымыз Mercedes, тормозымыз Mercedes, мотор коробкамыз Toyota. Толықтай дайын. Айта кететін жағдай, тағы да мұнда деген радиаторы охлаждениямыз, мынау суыту жүйесі Mercedes 220 Mercedesінің радиаторы тұр мұнда. Толықтай бұған артығымен жететтеуге болады. Вентиляторы гидровинт, маймен жасайтын вентилятор. Енді өздеріңіз танитын болсаңыздар, ол жерде бұзылатын жалпы зат жоқ. Электрический емес, вискомуфт емес, бұл да чисто маймен жасайды. Майың бар ма, охлаждение жасайды, майың жоқ па, охлаждение жасамайды. Бұзылатын басқа дым жоқ. Главное, майына қарап жүрсеңіздер, бұл машинаның моторын қыздырып алу мүмкін емес жалпы. Ал және айта кететін жағдай, Маңғыстау елі, қазағым, осы көліктердің барлығының жасалу барыстары, қалай жасалғандары, барлығы менің видео арнамнан шығатын болады. Біздің арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер, қолдаңыздар. Барлық видео түсіреміз, шығарамыз. Және де өткендегі айтқан газель проектімізде басталып кетті. Бұйырса бір 15-20 күннің көлемінде ол дүниемізде дайын болады. Ол туралы қазір 1-2 видео сюжеттер қосып жібереміз. Және де толығырақ ол туралы да кішкене айта кетем. Жаңағы айтып жатқан газель проектіміз, газель 2021 жылғы деп толықтай айтуға болады. Полностью рамасы пескоструйдан өткіздік. Денесінде ешқандай шпаклевка жоқ. Полностью асты, үсті, іші антикор ұрылған, полностью сырланған, цветін өзгертті қоңыр цветке. Міндетті түрде өзіміздің үйреніп қалған UZ моторы автомат қорабымен салынады. Салынып та жатыр, міне процесс қазір. Радиаторы бар. Және де бұл автокөліктің бұл газельдің басқа газельден айырмашылықтары, бұл газельден тек қана кабинасы қалды газельден. Қалған рамасы, ГАЗ 53 автокөлігінің рамасы, арты пневмо подвеска болады, салон Toyota болады,
сиденье отыратын сиденьялары BMW болады, кондиционер, климат контроль, центрозамок, электропакет, подогрев түгел жасайтын болады, газ орнатылады. Артыңғы стоптары неоновый стоптар болады. Толықтай газель, жаңа орысша айтқан кезінде до болтика, до винтика барлық заты новый болады, ешқандай ескі зат салынбайды. Алды, арты және де усиленный КамАЗдың амортизаторлары тұр. Артыңғы борты, қазір жасалып жатыр, борты бұйырса изотерма болады, тентовый болады, ұзындығы 5,30, іші пенопластымен қапталады, сырты тент, фанера, полностью обшиваться етіледі. Міне осындай дүниелер бұйырса арнамызға шығатын болады. Осы арнамызға міндетті түрде тағы да ескерте кетейін, тіркеліңіздер, қолдаңыздар. Ал мынау Қазавто арнасының жігіттеріне үлкен алғыс айтам. Осылай келіп, бізді ұмытпай, арасында осындай бізден хабар алып, келіп, осындай видео түсіріп, осындай керемет дүниелер жасап, күшті шолу жасап атқандарына мыңда бір алғыс. Және де Қазавто телеарнасының көрермендеріне айтарым, осы видеоның астында, описаниясында, болмаса мына жоғарыда ссылка қалдырып кетеміз. Дүйсеге өзіңіз аяқта жүрсеңіз. Достар, осындай мақсат бабымыз, осындай дүние жасап жатыр. Аямай арнаға пытырлап тіркеліп тастайық, достар. Әрі қазақ біздің жалғызымыз дегенде мақсат бауырымызды каналына тіркеліп, тез көтеріп қолдап отырайық. Келесі кездескенше аман отырайық.